Нұркен енді мына 20 ғасырдың ортасынан бастап мына қазақ күйлері оркестрмен орындала бастап, енді сен қазір мына кәнігі күйші ретінде осы күй орындап жүрген. Сенің өзіңнің пікіріңді білсек деп едік. Осы мына күйді жеке тартқанда қандай, болмаса оркестрде тартқанда қандай, жалпы халыққа, тыңдарманға оның қайсысының әсері қандай дәрежеде деген бір осындай қызық сұрақ. Бұл енді айтар болсақ, бұл енді кезінде Ахмет Жұбанов атамыз осы 20 ғасырдың екінші ширегінде Құрманғазы атындағы бірінші қазақ оркестрін құрды. Одан бердінде талай Қазақстанда талай ұлт аспаптар оркестрі, ансамбльдер дүниеге келді. Солардың ішіндегі және ерекше бір құбылысы отырарсыз оркестр деуге болады. Осы оркестрдің негізін қалаушылар әрине осы қазақтың көне аспаптарын бірінші жинап осындай үлкен айтқанда мұражай жасаған Болат Сарбаев атамыз, және осыған шығармашылық мінезді үлкен репертуар әкеліп, үлкен деңгейге жеткізіп, осы аспаптардың үнін бүкіл қазақ даласы емес әлем сахналарында дыбысын танытып, үлкен деңгейге жеткізген осы Нұрғиса Атабайлы тілендейіп. Енді осы оркестрде күй түсіру жөнінде айтар болсақ, әрине күйді жеке орындау мен оркестрді орындау екі түрлі нәрсе. Және екеуі өте әртүрлі бояу, әртүрлі мінез, әртүрлі адамға ой салар еді деп ойлаймын. Яки оркестрмен орындағанда оркестрге оны түсірушінің оркестрге өңдеп түсірушінің қиялына, фантазиясына байланысты оркестрде орындалар күй әртүрлі шығар еді, халыққа жетер еді. Яки бір күйді мысалы бірнеше адам түсіру мүмкін. Мысалы Құрманғазының Қайран шешемін Шаңмон Қажғалиев түсіру мүмкін. Оны кейін бертінде Нұрғиса Атабайұлы түсірген нұсқалары бар. Екеуі әрине бір күйдің өзі екі түрлі мінез, екі түрлі айтқанда адамға жетіп жатады. Ол оркестрде мысалы домбырада дегенмен де енді бізде бар жоғы екі октава деп жатамыз ғой. Енді екі октавада бар мүмкіншілікті көрсете беру әрине қиындау. Дегенмен осы оркестрде барлық толық мүмкіндік болғандықтан күйдің айтар ойын, айтар сөзін жеткізе алады деп ойлаймын. Оркестр кейбір ашылмаған күйдің ашылмаған сырын ашуға үлкен септігі тиер еді деп ойлаймын. Және де ол түсірушінің қабілетіне байланысты, оркестрге өңдеп түсірушінің қиялы мен қабілетіне байланысты деп есептеймін. Нұркен, мына оркестрде орындалып жүрген халық күйі Ақсақ Құланды шертіп жіберсең.
күйдің жаңағы желісін, былайша айтқанда аңызын күй осы оркестр мен домбыра арқылы осы оркестрге өңдеп түсіргенде үлкен бір керемет дүниені жасаған деп есептеймін. Жаңағы желісін ашып, осылай бізге мазмұнын ашып, осы күйдің не десем, күйдің барлық қырын аша білген деп есептеймін. Бұл күйде енді жаңағы ең басында жаңағы бізді анау кішкене кезімізде мультфильмнен көретін жаңағы жайлау, жаңағы жаз жайлау, киіз үй ойнап жүрген балақай дегендей, соны мамыражай кезде бейнелеп, артынан жаңағы құлан атуға шыққан Жошықханның жаңағы кенеттен келген жаңағы сәттері, соның бәрі осы көз алдыңызда бірден елес береді.